Сәлеметсіңдер ме 4-ші сынып оқушылары. Бүгінгі біздің қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі біздің сабағымызда тұрақты сөз тіркестерімен таныстығымызды жаттығулар орындау арқылы жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты тұрақты сөз тіркестерін ажыратып, олардың мағынасын түсінесіңдер. Сөйлеу барысында тұрақты сөз тіркестерін қолдануға жаттығасыңдар. Оқулықтарыңның 106-шы бетін ашып, 14-ші жаттығуға назар салайық. Берілген суреттерге назар сал. Әр суреттегі тиесілі сөйлемді оқып, сылақшының есімін тап. Талғат – тас қалаушы, Эдуард – электр жөндеуші, Майра – мұғалім. Не байқадыңдар? Сылақшының есімі кім болуы мүмкін? Ендеше осы сұраққа ойланып көрейік. Жарайсыңдар балалар, сендер сылақшының есімін дұрыс тапты деген ойдамын. Сылақшының есімі Сырым. Себебі бұл жерде беріліп отырған адамның есімі мен мамандықтың атаулары бір әріптен басталады. Ендеше осыған ұқсас тағы бір тапсырма орындайық. Адам есімінің алғашқы әрпіне сәйкес мамандық атауларын тауып көр. Бізге беріліп отырған адам есімдері Азат, Зейін, Дастан, Тамирис, Эльмира, Хамид. Дескриптор мамандық түрлерін көрсетеді. Ендеше осы тапсырманы орындайық. Жарайсыңдар балалар, сендерге бұл тапсырма ешқандай қиындығы келмеді деп ойлаймын. Өз жауаптарыңды менің жауабыммен тексеріп көріңдер. Азат – аспазшы, Зейін – заңгер, Дастан – дәрігер, Тамирис – тәрбиеші, Эльмира – экономист, Хамид – хирург. Өткен сабақта сіздер тұрақты сөз тіркестерімен танысқан болатынсыздар. Ендеше осы тұрақты тіркестеріне байланысты тапсырма орындайық. Оқулықтарыңыздың 106-шы бетіндегі 13-ші жаттығуға назар салыңыздар. Өлеңді жатқа жазып, тұрақты сөз тіркесінің астынсыз мағынасын түсіндір. Беріліп отырған бізге өлең қақпашы. Күзетем деп қақпаны, жаны бір жай таппады, келе жатыр доп қуып, шабуыл шоң жақтағы. Дескриптор өлеңнің ішінен тұрақты сөз тіркестерін табады, мағынасын түсіндіреді. Өткен сабақта алған білімдеріңізді қолданыңыздар. Жарайсыңдар балалар, сендер осы өлеңнің ішінен тұрақты сөз тіркесін дұрыс тапты деген ойдамын. Жауаптарыңды менің жауабыммен тексеріңдер. Бұл өлеңнің ішінде жаны бір жай таппады деген тұрақты сөз тіркесі берілген. Жаны бір жай таппады деген шыдамады деген мағынаны білдіреді. Ендеше осы тұрақты сөз тіркестеріне байланысты тағы бір тапсырма орындайық. Көп нүктенің орнына берілген тұрақты сөз тіркестерінің мағынасына қарай қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Беріліп отырған тұрақты сөз тіркестері ат басындай, тайға таңба басқандай, көзді ашып жұмғанша. Дескрипторлар тұрақты сөз тіркестерінің мағынасын түсінеді. Сөйлемдерде тұрақты сөз тіркестерінің мағынасына сәйкес қолдана алады. Ендеше осы тапсырманы орындайық.
балалар. Сендер тұрақты сөз тіркестер мағынасына қарай қолданып, жүйелі сөйлем құрады деген ойдамын. Ендеше жауаптарыңды менің жауабыммен тексеріңдер. Айшырақ жарыстан ат басындай жүлде алды. Әсемнің жазуы тайға таңба басқандай. Ислам үй тапсырмасын көзді ашып жұмғанша орындап тастады. Келесі тапсырма оқулықтың 107 бетіндегі 16 жаттығу. Суретке қарап, екі езуі екі құлағында дейтін сөз тіркесінің қандай мағына беріп тұрғанын айт. Сурет бойынша әңгіме құра. Суретке мұқият қараймыз. Екі езуі екі құлағында дейтін сөз тіркесінің қандай мағына беріп тұрғанын ойланып көрейік. Сол сөз тіркесін пайдаланып әңгіме құрауымыз қажет. Дескрипторлар тұрақты сөз тіркесінің мағынасын біледі. Сұрақты сөз тіркесінің мағынасына сәйкес қолдана алады. Ойын жүйелі еркін жеткізеді. Пунктуациялық нормаларды сақтайды. Ендеше осы тапсырманы орындайық. Жарайсыңдар балалар. Сендер өткен сабақта алған білімдеріңді осы тапсырманы орындау барысында қолдана алды деген сенімдемін. Жауаптарыңды менің жауабыммен тексеріңдер. Екі езуі екі құлағында қуанып күліп тұрған адамды айтады. Бүгін Талғаттың туған күні. Ол күні бойы екі езуі екі құлағында болып, көңілді жүрді. Оған барлығы жақсы тілектер айтып, сыйлық бергенде ол одан әрі қуанды. Сендердің де құраған әңгімелерің осыған ұқсас деп ойлаймын. Ендеше келесі тапсырмаға назар салайық. Әр шарта жазылған сөзге тиесілі тұрақты сөз тіркесін тауып айт. Қараңғы, қуану, алыста, тыңдамау деген сөздерге тиесілі тұрақты сөз тіркестерін табыңдар. Дескрипторлар тұрақты сөз тіркесінің мағынасын түсініп ажырата алады. Ендеше осы тапсырманы өздеріңіз орындаңыздар. Жарайсыздар балалар. Бүгінгі сабақта белсене атсалысқандарыңызға үлкен рахмет. Мына экранында берілген жетістіктер баспалдағы арқылы пән мұғалімдеріңізге кері байланыс беріңіздер. Тұрақты сөз тіркестерін түсіндіңіздер, түсінбедіңіздер, аздап түсіндіңіздер, жақсы түсіндіңіздер, болмаса қолдана аламын деген. Келесі кездескенше сау болыңыздар.